Сәлеметсіздер ме, көрермендер. Бүгін сіздермен бірге біз Ginzy платформасы жайлы үйренетін боламыз. Браузерге ginzy.com деп жазған кезде сіздерге осындай бет ашылады. Одан кейін Start Ginzy батырмасын басу арқылы кіреміз. Және айта кететім, бұл бізде ағылшын тіліндегі платформа. Оны перевести экрананы басып қана орысшаға, қазақшаға аудара аласыздар. Жалпы Ginzy платформасын ашқан кезде міне осындай бет ашылады, ақ бет. Төменде әртүрлі батырмалары бар, әртүрлі функциялары бар. Ең бірінші карандашты басайық. Бұл жерде әртүрлі түспен жаза беруге болады. Одан кейін өшіргіш, одан кейін тұрған текст жазуға болады әртүрлі шрифтпен. Одан кейін фигураларды сызуға болады. Мысалға, кеңістіктегі конус деген фигураны алып таңдап сызып көрейік. Міне осылай кішірейтіп, үлкейтіп сыза беруге болады. Одан кейін Tools деген батырманың ішіне кірсек, өте көп деген функциялар бар. Сабақтың әртүрлі кезеңіне қолдануға болады. Бағдаршам әдісі, орын ауыстыру әдісі, тақтаға кезекпен шығу, топқа бөлу, құмсағат, секундомер деген сияқты көптеген функциялар бар. Соның бірі құмсағат әдісін қояйын. Бұл жерде уақытты өзіңіз қалағанша қойып, плейді басқан кезде уақыт жүре береді. Әрі қарай екінші, бұл рандомны, яғни кез келген әртүрлі жол арқылы көрсетеді. Мысалы, балалардың орнын ауыстыру, кубик арқылы, диаграмма арқылы көрсетуге болады. Одан кейін QR-код, музыка, видео қойып қоюға болады. Және мынау бейне камера қойып қоюға болады. Одан кейін бізде колесо әдісі бар. Колесоны айналдыру арқылы таңдайтын. Және бұл ойын арқылы балаларға ойын ойнатуға болады. Ойын арқылы әртүрлі сабақтың кезеңдерінде қолдансаңыз болады. Мысалы, мынау ашып тұрғаным Classroom Quiz деп аталады. Одан бөлек бинго дегенде ойындар бар. Және осындай көптеген әдістер бар. Геогебраны мысалы қосып қойсақ болады. Геогебра ол геометрияда көрсетсек болады, қолдансақ болады. Одан кейін сызғыштардың түрлері бар. Транспортер, циркуль, әртүрлі сұйықтықты температура өлшеуге болатын. Және одан кейін уақытқа секундомер, уақытты көрсететін таймерлер және ақшаға байланысты есептерде қолдануға болатын көрнекілік осындай функциялары бар екен. Және бұл жерде бірнеше бетті қатар аша беруге болады. Және ашқан беттеріңізді жүктеп аласыздар. Енді одан кейін library-ға көшсек, бұл жерде бізде кітапхана, яғни осыған дейінгі түрлі жасалған тапсырмаларды басқалардан қарауға болады. Оларды да біз сабағыңызда ашып қолдана берсеңіз болады. Одан басқа суреттерді қоюға, видео, аудиоларды қоюға болатын функциясы бар. Суреттердің ішінен AI-дың көмегімен жасап беретін фотолары да бар. Өзіңіз текст жазып, сол арқылы фотосын қоюға болады. Одан бөлек әртүрлі жолақша, торкөз беттері де бар. Мысалы, мен қазір жаңа бет ашып, жол дәптердің несін қойсам, шаблонын қойсам, осы жерде балалар жазу жаза берсе болады. Одан кейін торкөзге мысалы есеп шығара берсе болады деген секілді функциялары бар. Одан кейін live lesson, яғни дәл сол уақытта онлайн сабақ өткізсеңіз болады. Ол кезде квиз өткізсеңіз болады, немесе жарыс түрінде open question, яғни сұрақ қою арқылы соны талқылатуға да болады. Мысалы, мен қазір сіздерге квизді ашып көрсетейін. Стартты бастым. Осы кезде сіздерге код пен QR шығады. Оқушылар QR-ды сканерлеу арқылы осы квизге қосылатын болады. Және жауабын бірден тақтадан көре аласыздар. Одан бөлек осы беттерді сақтап жүктеп алуға да болады. Ол жүктеп алған сабағыңызды кез келген уақытта қайтадан қосуға болады. Және қағазға басып шығарып алсаңыз да болады, принт батырмасын басу арқылы. Міне осындай функциялары бар. Өте ыңғайлы Ginzy онлайн тақта платформа.